Йоу, барлықтарыңа салам достар, сіздермен бірге мен Мико. Иә достар, тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай, бұл видеода автопарк жинаймыз и тағы да қызықтар болады деген ойдамын. Сол үшін видеоны өткізбей до конца қара. Ал мен видеоны көп созбай бастаймын. Қазір осы буханканы арзан бағада алып жатырмын. Қазір көресіздер қанша бағаға алып жатқанымды. Подтвердить и міне 2 миллион 100 мың алып жатырмын. Спорт, нитро, оникс барлығы бар. Енді қабылдаса аламыз. И қабылдады. Минус 2 миллион 100 мың. Тағы да 2 миллион 800 мың қалды. И оған осындай гидравилігімен бар BMW E34 алып жатырмын. 1 миллион 100 мың минус. Қазір домға парковать етуге бара жатырмын. Все, келдім. Енді артқа қарай қойып, дәл осы жерге қойып, ағылшынша парк деп жазамыз. И добавить етілді. Енді слэш кар деп, и астына тұрған 10-шы тұрған добавить в семью деген бастық. Енді келесі буханканы парковать етеміз. Міне артымызда BMW E34 тұр. Енді осының алдына осы буханканы дұрыстап қойып парковать етеміз. Слэш парк и все. Енді міне оң жақтағы календарь событий ранг уже бітті. Қазір машинадан түсіп и сол машинаны аламыз. Меню и календарь и соңына барып осы Lancer X деген машинаны алдық. Міне добычада тұр. Да дейміз и все. Уже міне складқа бронежилеттер көп салып жатырмын. И положить бронежилет и да выйти отмена. И тағы да қарай барып и бронежилет алып дәл осылай істеп шыға береміз. Уже бронежилет толтырып, и осы буханканы сатайын деп жатырмын. Қазір низкий классқа баратырық, и уже міне обмен жасап жатырық. УАЗ и оның зазын таңдаймыз, и ол маған доплата 3 миллион қосып берем деді. Мен бұны 2 миллион 100 мыңға алдым, и қазір бұны 3 миллионға сататын боламыз. Окуп бізде 900 мың теңге. И міне уже 3 миллион деп жазып жатырмын. 3 мың, и бізде 30 мың, и қазір 300 мың, и енді тағы да 1 нөл қоссақ 3 миллион болады. Енді жібердік, енді қабылдаса 3 миллионға сатамыз. Міне уже 3 миллионға саттым. Енді бұл ақшаға бұдан да күштірек машина алатын боламын. Жаңа ғана менде 3 миллион болған, и мен казикке барып, и мен 8 миллион көтеріп алдым. Енді дәл осы 6x6-ны алайын деп жатырмын. Бұл алдыңғы Black Bass болған үшін, бұл 6x6-ны 3 миллион 150 мыңға алдым. Жүрісі максималь қатты жүреді и 4 адамдық. Келесі машина осы Nissan Skyline. Бұл машинаны алған себебім қыс уже бір күннен кейін келеді. Бұда спорт, комфорт плюс и дрифт бар. И винил и full свет барлығы бар, короче. Бұл Skyline'ы сразу домға келіп парковать етейін деп жатырмын. И осы шөп жаққа қарай, и менде алда слот бар. Сол үшін дәл осылай артқа қаратып, и дәл осылай чатқа слэш парк деп жазып, и содан кейін слэш кар деп, и астына тұрған 10-шы добавить авто в семью деген басамыз, и все. Келесі кезекте осы 6x6 чатқа слэш парк дейміз тағы да, и парковать етілді, слэш кар, и добавить авто семей, и добавить все. Қазір уже еженіз кейсті көбірек ташқан үшін бір кейс бамжап берді, и одан маған 90 мың рублей түсті. Қазір балдарға строй деп жатырмын, и яғни захватқа бару үшін. И қазір балдарды жинап захватқа барамыз, яғни вышкаға барамыз. Сол үшін балдарды жиналғанын сіздерге көрсетпей, сразу переход жасай салам. Видеоға түсіруді ұмытып кетпін. Қазір түсіріп жатырмын, и бұл біздің вышкамыз, бірінші вышка. И алдық. Чаттан көріп тұрғандарыңыздай, сражение закончилось победу семья и Лаш Empire 71 очкомен. Тағы да видеоны түсіруді ұмытып кетпін. Қазір 384, 300, короче 400 очкомен бұл вышканы да алдық. Жаңағыны қаншама адамдарды өлтіріп, и осы вышканы да аламыз. 9 секунд қалды.
и все. Қазір бұл вышкада біздікі болады. И 3, 2, 1 жатқа қарасаңыздар тағы да Алаш Empire деп шықты. И бұл кезде 423 очкомен. Бағана маркетплейсқа заттар салып қойғам, и солар сатылған екен. И барлық ақшаны алып жатырмын. Қазір соңғы 90 000 рублей қалды. И соны алып, и менің балигім 300 000 рубль. Осымен видео аяқталды. Видеоны лайк және коммент жазып кетейік. Бұл видеоны досыңа тарат, ол да көрсін қызық видеоны. И менің телеграм каналыма тіркелуді ұмытпа. Менімен бірге ойнаған кезде Брянск серверіне кел, и келген кезде Мико деген промоны тер.